Қазір сіздерге айтып беретін оқиға реал өмірден алынған. Күндердің бірінде көршіміз өмірден өтті. Адамдар оны жерлеу үшін зиратқа барды. Кейін оны жерледі. Ертеңіне зират күзетшісі зираттарды қарап жүрсе, кеше көмілген өлік зират ішінен шығып жатыр екен. Сонда күзетші сол адамды көмген адамдарға хабарлапты. Адамдар келіп қараса, шында да өлік қабір сыртында жатыр екен. Сол адамдар адамды және қабірге көміп кетіпті. Сол күні түнгі сағат 11:12-лерде зират ішінен бір әйелдің даусы естіліпті. Күзетші ішінен қорқып, зират ішіне кіріпті. Қараса, сол өлік және қабір ішінен шығып жатқан екен. Күзетші және адамдарға хабарласыпты. Адамдар келіп, оны және қабірге қойып кетіпті. Бір күннен кейін зираттан түнде және адамның даусы естіліпті. Зират ішінен бір әйел «Мені қабірге қойыңдар» деп жатыр екен. Күзетші бұл сапар зиратқа кірмей адамдарға хабар беріпті. Адамдар бір күшті молданы алып келіпті. Молда сұрапты: «Бұл әйел тірі кезінде не істер қылған?» Адамдар үндемепті. Кейін сұрастырып білсе, бұл әйел қаншадан қанша адамдарды өлтіріп, өте көп күнә қылған екен. Бұл әйелді о дүние, бұ дүние қабыл қылмайатқан екен. Сонда молда бұл әйелдің көкірегіне қазық қағып көму керек депті.